қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін чечевица сорпасын дайындайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Еріген сары майымызға пиязымызды салып, аздап қуырамыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін чеснокты, полгорка перисті, қара бұрышты салып, жақсылап тағы да қуырамыз. Қуырылғаннан кейін бір ас қасықта қызанақ пастасын қосамыз. Помидорымызды қабынан аршып қосамыз. Картошкамызды саламыз. Бір чай қасықта мята қосып, араластырып, 2-3 минут қуырамыз. Чечевицамызды саламыз. Бір жарым литр тауық сорпасын қосамыз. Крышкасын жауып, 25-30 минуттай қайнатамыз. Тұзын саламыз.
Біздің сорпамыз пісті. Енді блендерлейміз. Біздің осындай керемет сорпамыз дайын болды. Лимон шырынын сығып ұсынсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар.